Bismillahirrahmanirrahim. Al muhtaram cemaat tuğsanlar. Ben Evliyata Taraz degan qaladan geldim. Жасым 80'nin altağında. Osunda atanın жатқан орны табылып дегенге қуанышымның арқасында жетіп келіп, ben соны көруге Алла Тағала бізге нәсіп етіп, соның басында отырдым. Басында отырып жазылған жазуын, басында да жазу бар, аяғында да жазу бар. Менен бұрын келген кісілерді көрген екен, Ираннан келген бір молда көріп, сол есек деп айтып кетті. Негізгі о кісінің айтқаны дұрыс. Аяқ жағындағы жазуда да есек деп жазылған, бас жағында да есек деп жазылған. Бұл Шағатай әріп емес, араб әріпімен жазылған. Ал енді ағайындар, бәріміз бір болалық, өкпені қоялық. Өкпе деген жақсы нәрсе емес. Өзіміз 4 ағай, 3 ағайымыз бірімізді біріміз күстаналай берсек ұят болатын жары. Күстаналай беруге болмайды. Бұл есек ата бәр адайға белгілі, адайға тайынтын адам, атағы шыққан адам. Енді сол адамның соның жатқан орны табылып, жоғалғанымыз табылып, өшкеніміз, сөнгеніміз жанып, сөйтіп қызықтыққа көріп жатырмыз. Адайдың биі Мәтжан бей айтқан екен бір жиылыста отырғанда, адайда 2 кісінің аты аталмай кетіп баратыр. Соның бірі Есек Мерген деген екен. Сол Есек Мергеннің жатқан орны табылып, сол жары Мәтжанның айтқандай соны енді атағын шығарып, атағын аңызға айналдырғымыз келіп отыр. Қарақтарым, ауызымыз бір болалық, біріміздің бірімізге ренжуімізді қоялық. Мен де сол Тараздан, Әулиятадан соны естігесін қуанып келіп отыр. Мен сендердің қуанышыңызға бөлініп, қуанышыңызды бөлейін деп отырмын. Жақсы, бәріміздің аузымыз бір болсын. Атаның аруағы қолдап жүрсін. Атаның атағы қазақтың еліне, Бекет атамен қатар бірге жайыла берсін. Ал енді оның басында Құранды оқыдық, садақасын да бердік. Алла садақамызды берге, оқыған Құранымызды дергенде қабыл етіп, бала шағаның амандығын бергей, денінің саулығын бергей, екі дүниенің абыройын бергей. Бақытты өмір сүрелік, бақытты болалық. Рахмет.